Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет болып шығатын, жасалуы өте оңай, ерекше пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бұл пирогтың ерекшелігі құрамына ешқандай тағамға арналған бояу қоспай-ақ табиғи жидекпен дайындалады. Ендеше пирогымызға кірісейік. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен біркелкі болғанша майда крошка дайындап аламыз. Дайындап алған крошкамыздың үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, осылай толықтай араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала дайындап алған қантымызды және де 1 жұмыртқамызды салып, еш қолымызға жабыспайтындай өте жұмсақ әрі нәзік қамыр дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Ендігі кезекте салафанға салып 10 немесе 15 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте начинкасына кірісеміз. Ол үшін бізге 20% қаймақ және де қант екеуін араластырып, осылай венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы қаймағымыздың үстіне кукурузный крахмал, сонымен қатар ванилинімізді де салып, жақсылап оны да араластырып аламыз. Ешқандай миксерді пайдаланудың қажеті жоқ, себебі біздің салмамыз сұйық болып кетуі мүмкін. Міне, ендігі кезекте 2 жұмыртқамызды салып, оны да осылай венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Пирогымызға өте керемет дәм беру үшін және де түс беру үшін мен қатырылған қарақат жидегін пайдаландым. Оны осылай блендердің ыдысына салып, үстіне 2 қасық қаймағымызды және де 2 қасық қантымызды салып, осылай қоймалжың сұйықтық болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сұйықтығымызды салмамызға салып, осылай лопаткамыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Дайындап алған қамырымызды кез келген формаға шетіне бортик жасай отыра қамырымызды жайып аламыз. Мен осылай кольцо пайдаландым. Төменгі бетіне фольганы салып, осылай қамырды біртегіс етіп төсеп, астыңғы бөлігін шанышқының көмегімен тесіп алдым. Жайып алған қамырымыздың үстіне осылай дайындап алған салмасын салып, қызып тұрған пеште уақытын байқай отыра пісіріп аламыз. Міне біздің өте ерекше әрі биік болып шыққан пирогымыз дайын. Рецепттің толық құрамы мен мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді жаза кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.